Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз кекс дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге керек ингредиенттер 200 грамм ұн, джем, 2 жұмыртқа, 90 грамм сары май, 100 грамм секер, 100 мл сүт, 50 мл шағу май, разрыхлитель және ванилин. Бірінші сүтімізді құйып аламыз, үстіне шағу май, секер, сары майымызды салып аламыз, 2 жұмыртқа. Ұнымызға ванилин, разрыхлительді араластырып аламыз. Үстінен ұн қосамыз. Осылай бірінші араластырып аламыз, бетімізге ұн шашырамас үшін. Сосын жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Осымен тестіміз дайын болды. Арнайы осылай силиконовый ыдысқа осылай салып шықтым, кондитерский мешокқа салып алып, сосын үстінен осылай джемді құйып шықтым. Тестімізді ортасына дейін келтіріп саламыз. Шамамен 25 минут шамасында пісіп шығады. Осымен кексіміз дайын болды. Барлығы 17 штук шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мен каналымды қолдап, комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Альмира, сау болыңыздар.